Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге кино бриф арнасы. Бүгінгі видео көптен күткен Джон Уик 4-ке қысқаша кино шолуымызды ұсынамыз. Джон Уик старшинаға бару үшін оның әскерлерін талқандап, тау жартастардың ішінен старшинадан бостандық алу үшін келді. Бірақ старшина оның сөзіне қасарысып, бостандық беруді қаламады. Сондықтан Джон Уик атып тастады. Сот төрағасы келіп, бастықты шақыруды талап етті. Маркиздің бұйрығы бойынша қонақ үй жарылуы тиіс, және 1 сағаттың көлемінде. Уинстон бұл бұйрықтың үлкен үстелде талқылағаннан кейін бұл бұйрыққа қарсы келе алмайтынын түсінеді. Уинстон және оның досы Маркиздің ғимаратына келеді. Маркиз оларды күлімдеумен қарсы алады. Бұйрық бойынша қонақ үйдің жарылуы уақыты таяды. Көп ұзамай ғимарат жарылады. Маркиз Уинстонды экскоммуникадомен айыптап, Уинстонның орнына досын атып салады. Маркиздің алдына Кайн есімді киллер келеді. Үлкен үстелдің шешімін пайдаланып, Маркиз Кайнды Джон Уикке қарсы қоймақшы. Трекер есімді киллер өзінің итімен Симадзудың қонақ үйіне келеді. Кассадан қонақ үйдің бөлмесін жалғалады. Өз телефонынан Джон Уиктің басына тігілген ақшаны көреді. Ол ақшаға қанағаттанбады. Яғни оған Джон Уиктің басына $50 миллион тігілуін күтіп жүр. Симадзуның қонақ үйінде күзетшілер өте көп. Симадзу және жақындары толық қауіпсіздікте. Негізінде Джон Уикке ешкімні көмектесуге құқығы жоқ. Себебі ол экскоммуникадо. Симадзу Джон Уикке дос болғаны үшін көмектесіп жатқан ескертеді. Маркиздің адамдары қонақ үйге Джон Уик бар екенін біліп келеді. Акираға қонақ үйдің басшысын шақыруды талап етеді. Симадзудың қызы Акира дереу келіп, соғыс басталатынын ескертеді. Симадзу Джон Уикті қызымен бірге қалдырып, өзі күзетшілермен бірге істі шешуге кетеді. Маркиздің адамдары Симадзуға қонақ үйді тексереміз деп айтқанда, Симадзу олардан қару-жарақтарын беруін талап етеді. Бірақ қарсы болып, төбелес басталып кетеді. Джон Уик $20 миллион. Джон Уикке $20 миллион контракт ашылды. Джон Уик төбелесіп жатқанда оған Трекер есімді киллер келеді. Трекер Джон Уикті өлтіргісі келмеді. Себебі Джон Уиктің басына тігілген ақшаға қанағаттанбады. Симадзу жаралы қызымен әрең жүріп келе жатқанда алдынан Кайн киллер күтіп отырады. Кайн оған Джонның қаяқта екенін сұрайды. Бірақ Симадзу досқа адал болған соң жекпе-жекке шақырады. Кайн оған керек еместігін айтады да төбелес басталып кетеді. Кайн соқыр көзімен жекпе-жекте ұтады. Қайтпайтын Симадзу қайтадан шабуылдағанда сол мезетте қайтыс болады. Джон Уик метроға мінген кезде оның артынан Симадзудың қызы Акира келіп, Джонға Кайннан кек алуын сұрайды. Бірақ Джон Уик тіл қатпаған соң Акира өзім кек аламын деп кетіп қалады. Маркиз сот өкілімен сөйлесіп, Джон Уик туралы мәселені талқылайды. Яғни Джонға көмек көрсететін адамдардың барлығын көзін жоятын айтады. Кайн мен Трекер сөйлесіп отырғанда, Трекерді Маркиздің алдына шақырады. Сол сәтте Маркиз Джонды қалай тауып ала бересін деп сұрақ қояды. Трекер ол жауаптың бағасын $25 миллион теңейді. Маркиз $20 миллион келісейік дегенде, Трекер қасарысып келіспеді. Сондықтан Маркиз ашуланып, Трекердің қолының үстіне пышақ тығады. Трекер ойланбастан Маркизге тегін ақпарат айтатын болды. Джон Уик Уинстонмен кездесуге келді. Қолындағы жетонды кімге тиесілі екенін сұрады. Уинстон оған Маркиздің адамдарына тиесілі жетон деді. Саған Маркизді жеңу үшін оның ережелеріне қарсы жүру керек деді. Яғни Маркизбен заңды түрде дуэлге түсу керек.
Алайда дуэлге түсу үшін үлкен үстелде отыратын отбасы болу керек. Бірақ Джонда отбасы жоқ. Сондықтан ол бұрынғы Руско рамасына қайтадан кіруі керек. Джон Уик Берлинге келеді. Оны трекер аңдып жүреді. Солай Джон шіркеуге кіріп, қару-жарақтарын тастайды. Сеніп жүрген Джонды шіркеу папасы атып салады. Маркиз өз ғимаратында көңіл-күйі көтеріңкі жүреді. Оған трекер қоңырау шалып, Джонның Берлинде екенін айтады. Руско-Рома отбасы Джонның экскоммуникадо статусы болғандықтан көмектесуден бас тартты. Бірақ Джон оларға Маркизді дуэльде өлтіретін айтқан соң, шіркеу папасы үлкен үстелдің заңы бойынша дуэльге шығу үшін отбасыда болу керек және крест керек. Катя отбасыға қабылдау үшін Джонға Калли есімді адамды өлтіруге тапсырма береді. Оны Клаус есімді еркек ертіп апарады. Каллиға Джон Уиктен басқа Каин мен және трекер келеді. Әңгімелері бойынша барлығы Джон Уикті өлтіргісі келеді. Нәтижесінде Джон Уик картамен шабуыл жасап, төбелес басталып кетеді. Джон Уик Каллидің тісін Катяға береді. Екеулері бір-біріне ант қабылдап, Джон Руско-Рома отбасына қайтадан кіреді. Уинстон Маркизге келіп, ескі заңдарға сәйкес Джон Маркизге дуэль тастады. Бірақ Маркиз басында қабылдамай тұрды. Ойлана келе ережеге қарсы шықпай, бұл дуэльге келіседі. Сот күні болады. Джон Уик қолындағысын көрсетіп, Маркиздің алдына отырады. Негізінен дуэльдің шарттары бойынша Джон бостандыққа күресуде, ал Маркиз ақша мен мансапқа күресу үстінде. Бірақ заңға сәйкес Маркиз өз құқығы бойынша адам өзгертуге болады. Ол адам Каин болады. Каин бұл шешімнен бас тартады. Бірақ Маркиздің қолында оның қызы болғандықтан еш амалы болмады. Джон Уик пен Каин кездесіп, өздері жайлы айтады. Джон өзінің әйелі туралы айтса, Каин өзінің қызы туралы айтады. Уинстон мен Боулер Джон Уикке брондалған костюмді әкеліп береді. Джон Уик $26 миллион. Боулер Джон Уикке 21 оқтық тапанша береді. Void. Джон Уик $40 миллион.
Джон Уик сотқа кешігіп жатады. Джон Уик жерде жатқан жерінде Каин келіп оған көмектеседі. Таңның атысымен Каин мен Джон дуэлге шығуы тиіс еді. Соттың шешімімен дуэл басталып, 30 қадам аралықта болады. Дуэл 3 раундтан тұрады. Соттың айтуы бойынша оқтар атылып, екеуінің де қолына тиеді. Сосын соттың шешімімен 20 қадамға қысқартылды. Соттың айтуы бойынша екінші раунд басталып, екеуі де жараланды. Соттың шешімі бойынша тағы да 10 қадам қысқартылды. Соңғы шешуші оқ. Джон Уик жараланды, бірақ ол алдамшы жара. Себебі ол Маркизді атып салды. Соттың шешімі бойынша Джон Маркизді жеңіп, бостандыққа ие болды. Джон Уик дәрменсіз күйде үйіне қайта алмай көз жұмды. Сонымен достар, осымен фильм аяқталды. Біздің еңбегімізді бағалай отырып, лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдап отырсаңыздар болғаны. Егер де осы Джон Уиктің бұрынғы бөлімдерін қаласаңыздар, оны да барлығында бірге қосып шығаратын боламыз. Достар, егер де сіздер автошолуға қызықсаңыздар, осы каналды ұсынамын. Бұл канал жаңадан ашылғандықтан көбірек қолдап жіберсеңіздер болғаны. Немістерден қалмайды. Таспай еді. Артында камерасы бар, көріп отырғанымыздай. Электрон ашылады. Мына артқысы өте кең, және мына жақта қосымша жататын сиденьялар бар. Ол сиденьяны уақытша алып қойған екен, 5 орындық, бірақ негізі 7 орындық машина. Артқы сиденьясында 12 вольттық, көріп отырсыңыз. 12 вольттық бар, тоққа арналған жер бар. Мынау арнайы режимі жоқ, мынау негізі 7-ші орынға арналған еді. USB тығатын жерлер бар, көрдіңіздер ме? Мына жақта да сиденья. Су анамына қойып қойған жерлер бар екен. Машинаны жағайық. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы, келесі видеомызда көріскенше.